Әлемде 4000 тіл болса, алдағы 50 жыл ішінде соның 700 ғана қалады деген болжам бар. Яғни қолданыс аясы бар тілдер жойылады. Ал мұндай сындарды сәттен қазақ тілін алып шығу мүмкін бе? Өткен жылы мемлекеттік тілді меңгерген тұрғындар үлесі 83,1% құрады. Ал 2016 жылы одан да аз болатын 3 тілді меңгерген ересек тұрғындардың үлесі болса 22,3%. Ал Павлодар өңірінде тіл білу деңгейі қалай болып жатыр, тұрғындармен сауалнама жүргізіп көріп едік. Знаете ли вы казахский язык? Нет. А причины почему? Ну, в школе как бы не выучила его. И все так и не учила больше. Сейчас вам сколько лет? Думаете, сейчас уже научиться поздно будет? Да. Сейчас желания уже нету, некогда просто. Почему некогда? У меня работа такая, рано ухожу, поздно прихожу. Нет. А причины? А причины то, что уже возраст такой. Вот, когда было помоложе и знала бы, что надо изучать язык, изучала бы, сейчас уже поздно. Мен қазақша білемін. Мен қазақша көп сөйлеспеймін енді. Менде акцент бар, мен кішкене ұяламын. Енді мен қазір өте көп біздің мемлекеттік тілді оқып жатырмын. Енді Құдайым берса, мен келесі жылға тек қана таза қазақша сөйлесем. Жағдай жасалған, барлық мектептерде қазақ тілі өтіледі, барлық оқу орындарында. Білмеймін, не үшін үйренгісі келмейтін. Может, қажет деп есептемейтін шығар. Мен қазақша түсінемін, бірақ сөйлей алмаймын. Себебі? Себебі үйде орысша сөйлейміз. Қазақ тілін қаншалықты жақсы меңгергенсіз? Еңселі елімізде арайлап атқан таң шуақты болсын. Құрметті көрермен, естеріңізге сала кетейік. Ертіс таңы ақпараттық сазды бағдарламасы алдағы 1,5 сағат бойы тікелей эфирде жұмыс жасайтын болады. Байланыс нөмірі 33 90 35. Сондай-ақ WhatsApp желісіне сауалдарыңызды, ақ тілектеріңізді жолдасаңыздар болады. Экранның төменгі жағында көрсетілген 8700 998 30 82 нөміріне. Ал ендеше, құрметті көрермен, бүгінгі біздің қонақжай студиямыздың ең алғашқы қонағымен де таныстыратын уақыт жетті. Бүгін бізде қонақта Қанат Тасыбеков, тіл жанашыры, ситуативный казахский кітабының авторы. Қанат аға, қайырлы таң. Қайырлы таң. Көңіл күйіңіз қалай? Жолдан шаршамадыңыз ба? Жоқ, өте керемет, көңіл күйім жақсы. Кеше Өскемен қаласынан келдім. Өскемен қаласында мен бір бағдарлама жазып берген болатын. 5-ші сынып оқушыларына сал дәстүрлерді факультативті бір курс жазып берген. Соны бір жыл бойы олар оқытып, сол кеше класс жетекшілерін жиып, сонда 150-дей класс жетекшілер болды, соларға қатынастым. Сол мен талқыладық бағдарламаны. Сол өте жақсы шықты. Қанат аға, жаңа ғана біздің тұрғындармен жүргізген сауалнаманың куәсі болдыңыз, көрдіңіз. Осы кішкене ғана сюжеттен Павлодар қаласы тұрғындарының тіл білу деңгейін байқауға болатын шығар. Бұл жөнінде не айтасыз? Бұл енді ешқандай бір таңсық нәрсе емес, өз жағдай осылай, бәр жерде де. Бізде қазақ тілі шын мәнінде де юре емес, де факто мемлекеттік тіл болып қалыптасып келе жатыр. Бірақ та бұл енді мектеп, балабақша, жасөспірімдер, оралмандар бар, соның әсері енді. Ал енді ересек адамдар, орыс тілділер, негізгі басқа ұлт адамдары, сол білмеген күйде қала береді, қалып жатыр. Мен енді мектепке ешбір қатынасым жоқ, өйткені мен педагог емеспін, өзім мамандығым филолог емеспін, кәсіби, әуесқой деп айтуға болады. Менің істеп жүрген өзім ісім, өзім айналысып жүрген нәрсе, бұл орыс тілді ересек, орыс тілді адамдарды қазақ тілін, ауызекі қазақ тілін сөйлеткізу. Соның методикасын, әдістемесін шығару. Өйткені бұл мен өзім өткен жолым. Мен 50-ге келіп,
50 жастан кейін қазақ тілін оқи бастағанмын өзім. Енді бұл жерде бір сұрақ туындайды. 50 жасқа келіп, 50 жастан кейін қазақ тілін оқи бастады. Бұл кеш емес пе? Не себепті 50 жасқа дейін сізде қызығушылық болмады қазақ тіліне деген? Иә, бұл өте жақсы сұрақ. Қызығушылық болды, әрине. Енді өзім әкем қазақ, шешем қазақ болғандықтан, мен енді қысқаша айтып кетсем, мен 59 жылы туғанмын. 1959 жылы. Осы Астана, қазіргі бұрын Целиноград қой. Сол кездерде енді оны айтып отырғаным 59 жылы бүкіл одақтық кеңес кезінде ғой енді халық санауы өткізілген. Сонда қазақтың пайызы қанша болатынын білесіз бе Қазақстанда? 29% болатын қазақтар. Қазақтың ішінде. Біз 3-тің біріне де жетпегенбіз. Өзіміз елімізде. Көрдіңіз бе? Бұл енді бүкіл Қазақстан бойынша. Ал енді мынау оңтүстікте Шымкент не болмаса Қызылорда облыстарында қазақтар шоғырланған жерінде оларда енді 90%-ға жететін болса да мынау солтүстік облыстарында Павлодар сияқты, Астана, Целиноград сияқты, Петропавл, онда қазақтардың саны өте аз болатын. Сондықтан менің тағдырым, бұл тек қана менің тағдырым емес, бұл жүздеген, мыңдаған, миллиондаған қазақтардың тағдыры. Орыстардың ішінде өсіп, жалғыз қазақ болдым сыныпта, жалғыз қазақ болдым. Оқу бәрі орысша, өздеріңіз білесіздер. Ал отбасыңыздағы тіл қандай болды? Кеңес кезінде оны ешқандай қазақ тілінде жоғары оқу болған жоқ. Көрдіңіз бе? Тек қана қазақ филологиясы пединституттарда. Сосын енді Мәскеуден аспирантураны бітірдім. Орыс тілінде ғой енді. Одан кейін 94 жыл Францияға кеттім мен. Францияда 4 жылдай болып, француз тілінде докторлық диссертация жасадым. Сол қайтып келгенде, 98 жылы қайтып келгенде, мен өзім есеп бердім. Мен француз тілін қазақ тіліне жақсы біледі екенмін. Сол намысыма тиді. Сіз енді жаңа қойған сұрағыңыз, алдында неге құлшыныс болмады деп сұрап отырсыз ғой. Болды, әрине, сөйлегім келді, бірақ та үйде бала шаға болды, оны тәрбиелеу керек, жұмыс істеу керек. Енді 50-ден асқаннан кейін кішкене жинаған тергенім бар, не ішем, не жеймін деген сияқты ондай сұрақтар болған жоқ. Сосын бәрін қойып, бәрін сыпырып, тек қана тіл оқуға кірістім. Неден бастадыңыз? Неден бастағанда мен жаңа айтып отыр ғой, ересек адамдар біздің басымызға кірмейді деген сияқты. Мектепте бір жас қыз сөйледі ғой орысының. Ол мектепте оқып тұрып меңгерген жоқ. Сондықтан мен логикалық тұрғыдан мен көрдім, мектепті бітіргендер, орыс мектепті бітіргендер қазақша сөйлей алмайды. Солай емес пе? Енді сөйлейм дегендердің ересек адамдар бізде өте жоғары лауазымды да чиновниктер өздері сөйлей алмай жатыр ғой, білесіздер. Қанша жыл болды. Сондықтан мен мынандай өзім топшыладым. Бізде ересек адамдарды үйрететін бір әдістеме жоқ, нәтижелі. Әдістемелер көп қой, әдістемелер, нәтижелі жоқ. Сондықтан өзім сондай бір әдістеме шығардым. Сіздің бұл кітабыңыздың ерекшелігі неде сонда, басқа әдістемелерден? Сол басқа әдістемелерден болғанда, енді өзімді үйреттім дегенде, бізде негізі адамның тіл меңгеріп кетуі, оның нәтижелі болуы, оқуы, оның адамның ынтасына да, сосын адамның керектігіне жауап беретін болса, сонда ғана нәтижелі болады. Біз қазақ тілді қай жерде керек бізге? Мен сізге айтайын, далаға шыққанда, дүкенге барғанда, не болмаса билет сатып алғанда қазақ тілі керек пе? Керек, бірақ та біз орыс тілмен де көңілтіп жүреміз ғой. Орысша сөйлесек, бәр жерде түсінеді. Ал енді қазақша міндетті түрде қай жерде сөйлеу керек? Наурызға барғанда, солай емес пе? Наурыз айда болып отырмыз. Бір тойда, бір тілек бергенде, солай емес пе? Бір дәстүрлі, бір тұсаукесерге барсаңыз. Ал енді осының... Яғни сіз өзіңіз қысылған... Сондай жерлерде. Енді оның несі патшасы деп айтуға болады, осы жағдайлардың, ситуациялардың. Бұл қаза. Қазаға барғанда, сіз ойлаңызшы, қазаға барғанда сіз орысша айта алмайсыз ғой. Я очень сочувствую, я соболезную деп. Сізге айту керек, мен иманды болсын, жатқан жері жайлы болсын, топырағы торқа болсын деп сондай сөздерді көрдіңіз бе? Сондықтан бұндай сосын бізде тағы бір қазақ тілінің ерекшелігі, біз көрінген жерде бізде мынандай бір мақал бар. Орыс ойына келгенді айтады дейді. Естідіңіз бе? Бұл да ешқандай орыстарды кемсіту деген жоқ.
Мұнда орыстар емін еркін сөйлейді, экспромтом сөйлейді. Бізде қазақтарда бір әртүрлі жағдайда бір өздері қолданатын сөздер бар. Келісесіз ғой? Сондықтан да бізде тойға барғанда, бір тойға 100 адам шақырады, 100 адамға тілек береді, 100 адам бір нәрсені айтады, солай ғой? Сосын қарындары ашып, о, неге осындай соншама көп тілек береді дегендері, соны қолданысқа алу керек дедім. Барған жерге дайындалып бару керек. Сол жерде сондай жағдайда айтылатын сөздерді бәрін жаттап алу керек, содан бастау керек деймін да ересек адамдарға. Енді осы ерекшелігі осындай. Енді Қанат аға, сіздің сөз саптауыңызға қарап отырмын, тыңдап отырмын, барша көрермендеріміз куә шығар. 50 жастан кейін үйрендім деп отырсыз. Қазір жасыңыз қаншада сонда? 58-дем? 59-дан кешірсіз. 59-да, жақсы. Енді сонда 50 жасыңызға дейін мүлдем қазақ тілін білмедіңіз бе? Бір ауыз сөз білмедіңіз? Жоқ, мынау осы... Сонда болды ғой дегенмен де. Әрине, енді әкем қазақ, мен көп балалы отбасының ішінде туғанмын. Менің әкем Тасыбеков Ғалым Жабеевич Жабеұлы 16 жыл туған. 16 жыл туған адам енді ашаршылықтан өтті, соғыстан өтті, партия қызметкері болды. Ақмола облыс полкомының ответ секретары болды ол кісі. Енді партияның адамдары білесіздер ғой, ол кездерде орысша сөйлейді, орысша сөйлегенде сондай. Мен 7 баланың ішінде 6-шымын. Бірінші алдыңғы апамыз 46 жылғы. Ол 16 жасқа келіп, жаңағы мектепті бітіріп, Одессаға кеткен. Одессада оқу бітірді. Менің алдымдағы балалар бәрі орысша оқыған. Сол маған бір досым айтты, әй, мүмкін емес осылай сен сөйлеп кетуің қазақша. Сенің тілің қазақша шыққан ғой. Одан кейін сен қазақшаға, орысшаға оқып кетіп, одан кейін қайтып келіп жатсың ба деп. Сосын үйге келіп мен сұрамайын ба өз үлкендерімнен. Мен бала кезінде қазақша сөйледім бе? Бәрі күліп жіберді. Сенің тілің орысша шыққан дейді. Өйткені олар енді орысша оқыған, бәрі үйде орысша сөйлесеміз. Көрдіңіз бе? Менің әкем енді Жұмабек Ташенов деген кісіні білетін шығарсыз. Қазақтың батыры, біздің жерлерді қорғап қалған. Соның досы болған, жан досы болған, екеуі дос болған. Сол заманның адамы. Олар бізді қазақ мектепке бермегені, қазақ тілді құрметтегені емес. Бұлар енді шынымен сондай коммунист болды. Қазір мынандай осындай сұрақ туындайды, сіз неге қазақша сөйлемедіңіз, мүлдем сөйлемедіңіз бе? Мен айтып отырмын, мен жалғыз емес, мұндай адамдар көптен. Президенттің өзі, Назарбаев Нұрсұлтан Әбішұлы өзі айтты, қазақтардың жартысы қазақша сөйлей білмейді әлі. Көрдіңіз бе? Бұны енді қопарып, әрқайсысы неге сөйлемейді екен. Сондай болды. Біз кеңес кезінде өсіп, оқып, қалыптасып қалдық. Көрдіңіз бе? Бұл жерде бір неге осындай бір ұлттық сана сезім болмады, не болмаса. Мен айттым ғой, алдында мен оқымағаным, жағдай болмады. Өйткені өзін енді семьяны қамтамасыз ету керек болды, балалар болды, оларды оқыту керек болды. Бәрін еткеннен кейін қазірде көп адамдар орыс тілділер. Оны енді мүлдем сөйлей алмады деп айтуға болмайды. Енді мынау қара шай ішесіз бе, сүтпен ішесіз бе дегенге жауап бере алатын сұрақты. Ал енді бір ойды жеткізу, жазу, ондай деңгей болған жоқ. Қазір мен енді мынау ағып тұрған шешең болмасам да, өз ойымды жеткізетіндей бір деңгейге жеттім. Алаға, бірақ та қазір қай тілде ойлайсыз? Қазақ, орыс? Әлі де мен түбегейлі көшкем жоқпын қазақ тіліне. Кейбір кезде орысша ойлаймын, кейбір кезде қазақша ойлаймын. Сіз аударып отырам дейсіз ғой ойша? Жоқ, мынандай енді бір дәстүрлі бір нелер болғанда, мынау өзіңізбен жаңа сөйлесе отырып, кейбір кезде мына жерде қазақша ойлаймын. Ал енді басқа бір жағдайларда орысша ойлап кетемін. Енді әрине мен қазақша ойлап, қазақша сөз саптауым бәрі қазақша болсын деп тырысам. Өйткені қазақша сөйлегеннен кейін әдемі сөйлеу керек. Міне 8 жыл болды мен тіл оқып жүргеніме. 8 жыл болды. Бақандай 8 жыл дейді ғой. Әлі де мен наразымын өзімнің сөйлегеніме, әлі де үйреніп жатырмын. Жақсы. Ендеше аға, енді сіздің таңыңыз қалай атады, немен атады? Ең бірінші, құрметті көрермендерімізбен бірге сұхбатымызды әрі қарай жалғастырамыз. Әуезді ән тыңдап алсақ, содан соң қайта ораламыз. Ендеше қабыл алыңыздар. Жақсы нәреке.
Қасиетті топырағы кең дархан даламыздың, біз бәйтерек жапырағы асыл жер анамыздың. Туған елім, туған жерім, құт береке бақыт қонған мекенім. Туған елім, туған жерім, бір өзіңді аялаумен өтермін. Сүйем мәңгі алтын ұям. Шіркін ғажап табиғатын, теңіз көлім таулары, көрген жанды тамсандырып, көз жанарын жаулады. Туған елім, туған жерім, құт береке бақыт қонған мекенім. Туған елім, туған жерім, бір өзіңді аялаумен өтермін. Сүйем мәңгі алтын ұям. Туған елім, туған жерім, құт береке бақыт қонған мекенім. Туған елім, туған жерім, бір өзіңді аялаумен өтермін. Сүйем мәңгі алтын ұям. Туған елім, туған жерім, бір өзіңді аялаумен өтермін. Сүйем мәңгі алтын ұям. Таң нұрлы болсын, құрметті көрермен, ертіс таңы бағдарламасын біз әрі қарай жалғастырамыз. Естеріңізге сала кетейік, біз тікелей эфирде жұмыс жасаудамыз. Байланыс нөмірі 33 90 35, сондай-ақ WhatsApp желісіне хат жолдасаңыздар да болады. 8-700 998 30 82. Ендеше құрметті көрермен, уәде бергеніміздей біз студиядағы қонағымызбен бүгінгінің тіл жанашыры Қанат ағамызбен сұхбатымызды әрі қарай жалғастыратын боламыз. Қанат аға, енді өзіңіз де айтып кеттіңіз, көптеген мақалалардан оқыдым. Сіздің осы ситуативный казахский атты еңбегіңіз, әдістемелік кітабыңыз Абайдың қара сөздерінен кейін екінші орында тұрды дейді енді, сатылым бойынша. Бұл қаншалықты рас? Енді мен жариялаған емес, бұл енді статистика, мәлімет. Меломан деген дүкен, менің кітабым бұл енді 2013 жылы олардың хабарлауы бойынша енді Қазақстанда ең сатылатын кітап болды. Енді өзіңіз ойлаңыз, енді бізде 666 ма, 777 ма жазушылар одағы бар, мүшесі бар. Бірақ та мен енді жазушы емеспін. Менің кітабым осындай. Қазір менің жалпы сатылған кітап, қазір кітап бітті менде. Жалпы қанша таралып Иә, соны айтып отырмын. Менің қазір жалпы бәрін алғанда 8 мың экземпляр мемлекет тапсырыспен, соны есептегенде 36 мың болды менің сатылған кітаптерін.
қазір бітті, қазір тағы да тапсырыс беремін, тағы да басам, енді 42 бола ма, 45 бола ма, осындай бірінші, екінші, үшінші том, үш том, соның енді міне 36 мың дана деген, енді бұл аз емес, өзіңіз білесіз, қазіргі тираж 1 мың, негізінде 3-4-5 жыл сатып отырады, менікі енді 2-3 айдың ішінде, мынау бірінші жазып шыққанда, 2-3 айдың ішінде сатылып кетті бәрі. Сосын Геральд Карлович Бельгер деген кісіні таниды шығарсыз, марқұм. Ол кісі өте жоғары баға берді менің кітабыме. Одан кейін екінші кітабыме алғы сөз жазды. Енді үшінші сөздігіме марқұм болып кетті. Бере алмады, бірақ та мені өте қолдап, өте осылай маған мынандай сөз айтты ол кісі. Мен өмір бойы орыс тілін, қазақ тілін енді қан мен терді аударған адам, екі тілде бірдей сөйлейтін адам ғой, жазатын адам. Маған айтты, мен сенің кітабыңды қызығушылықпен оқимын. Мен жазуым керек еді осы кітапты, сен жазып кеттің деп. Сондай ақ адамды, ақ ниетті адам, сөйтіп айтқан. Сондықтан енді Құдайға шүкір, сұранысқа ие, кісілердің көңілінен шыққан кітап сияқты. Енді статистикалық мәлімет бар ма? Әсіресе республикамыздың қай өңірінде сіздің кітабыңыз ең көп данамен сатылды? Жоқ, ондай статистика жоқ. Бірақ та мен сізге айтайын, Шымкентте де, Қызылордада да жақсы сатылады. Мен бір рет Астанада бір Моңғолдан қайтып келген қазақтар осы кітапты іздеп жүр екен, маған хабарласты Facebook арқылы. Сіздер қайтесіңдер, сендер қазақша сөйлегенде мені 3-4 аборап аласыңдар ғой алдында, ол кітап не қыласыңдар десем, біз орыс тілінде оқып жатырмыз осы кітаппен дейді. Енді көрдіңіз бе? Өйткені енді орысша қазақша жазылған кітап қой енді. Сондықтан бұл енді мен сондай өзім бір сондай дана бір жаушы болғандықтан емес, бұл енді біздің әлеуметте сұраныс бар деген сөз, қазақ тіліне. Сөзіңізді 1 минутқа бөлейін, студиямызға келіп түскен қоңырау бар екен. Қайырлы таң. Сәлеметсіз бе сіз? Қайырлы таң. Алло. Я, тыңдап тұрмыз. Сұрақ қойын деп едім сізге. Жақсы, қойсаңыз болады. Алло, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Мына қонаққа сұрақ қойын деп едім. Я, тыңдап тұрмыз. Жаңа айтты ғой өзі, 50-ден кейін үйреніп жатырмын деп. Сонда қалай үйренді өзі? Оқытушыларға барды ма, қазақ тілі оқулықтарын оқыды ма? Дұрыс, рахмет. Жақсы, рахмет сауалыңызға. Рахмет сұрағыңызға. Мен енді, мен ешкімге барғам жоқпын, жаңа айтып кеттім ғой. Жай логикалық тұрғыдан нәтиже жоқ оқып жатқан адамдардан. Ересек адамдарды айтам. Сондықтан ешқандай бір мұғалімдерді іздеп, не болмаса оқулық іздеп, әуре болғам жоқпын. Өзіме топшыладым, маған қай жерде сөйлеу, ең бастысы, қай жерге, қандай жерлерде жақсы сөйлеуім керек. Мен жаңа айтқандай осындай тойда, бата бергенде, тұсаукесер, наурыз болсын, дәстүрлі ахуалдарда осындай жағдайларда. Соз бір жаңа айтып кеткендей, әр жағдайда өзі қолданатын қазақтың сөз тіркестері, сөз орамдары, фразеологизмдер бар, мақал-мәтелдері бар. Солардан жаттаудан бастадым кәдімгідей. Енді бұл кісінің сауалы қайдан жаттадыңыз, дұрыс-бұрысын қайдан білдіңіз деп? Енді бұл ел аузында сөздер ғой, енді қыз ұзатылып бара жатқан қызға сен тастай батып судайсың дейді. Солай емес пе? Енді оны естіп жүрміз ғой, неден интернет бар, кітаптер бар, мақал-мәтелдер бар. Солардан теріп жаттадым. Ондай литература, әдебиет өте көп. Бірақ оқытушыларға барған жоқсыз, сабақ алған жоқсыз? Жоқ, ешкімге барған жоқпын. Өзім-өзімді үйреттім. Қазірде мен кітаптерімді, мынау 3 кітап, бұл әдістеме деп атап жатыр. Қазір Павлодар қаласына келгенімде осы достық үйінде бүгін басталғалы жатыр іс-шара, осындай заманауи технологиялар туралы тіл оқытудың. Енді соған шақыртқан, сол жерде өзім презентациям жасаймын. Жағдаяты қазақ тілінің әдістеме бойынша қазақ тілін қалай оқу керек екенін. Сондықтан бұны адамдар әдістеме деп қабылдады. Бұл енді әдістеме. Бұл әдістеменің несі, қылтипаны неде десеңіз, барған жерге дайындалып бару керек. Осындай енді сөйлеу керек деген жағдайларда баратын сөзді дайындап, жаттап, сөйтіп бастау керек деп ойлаймын.
Сіз сонда той домалаққа баратын кезде той домалаққа, барып жүрдіңіз, той домалаққа, жаңа айтқандай қазаға, не болмаса тұсаукесерге, сонда бір қолданатын бір сөз тіркестері бар, мақал мәтелдері бар, осындай жағдайларда нететін, қолданатын. Мәселен, жапондар традиционалисттер дейді. Ағылшындар екі адам танысады ғой. Бұл екі адам танысқанда 99% олардың әңгімесі ауа райының несіне өрбейді. Басқа әңгімені қозғамайды. Ал қазақтардікі? Қазақтардікі әр неде танысқанда өзіңіз білесіз. Ол бәрінде сұрай береміз. Қанша балаң бар, қай жүзсің, сүйегің кім дейді, қай елсің деген сияқты осындай оны біліп алады бәрін. Қанша балаң бар, әке-шешең бар ма деген сияқты, енді жас бала болса үлкендерден немерең бар ма деп соны сұрайды бәрін. Көрдіңіз бе? Ал енді бізде де біз жаңа мен айтқанымдай әр бір жағдайда ұзату тойда айтылатын сөздер келін түсіру тойдың сөздерінің бөлек. Келісесіз ғой? Енді тұсаукесерде айтылатын сөздер 40-ынан шығарғанда 30 омыртқан бекісің, 40-қа барған қатсың деген сияқты сондай сөздер айтылады. Солай ғой? Әр ахуалда қолданатын бір сөздер бар. Әр жағдайда қолданатын бір мақал мәтелдер бар. Соны біліп, содан бастаса, менің кітабымде, мына бірінші кітабымде орысша жазылған. Сондықтан адамдардың да көңілінен шығып жатыр. Өйткені орысша оқып үйренген орыс тілділер. Бірақ та ішінде 1000-нан аса осындай сөз тіркестері бар. 1000-нан аса. Көрдіңіз бе? Әр жағдайға байланысты. Ал жағдайға байланысты. Сондықтан солай бастау керек. Енді аға айтып отырсыз, 50 жастан асып бірақ үйрендім деп. 50 жасыңызға дейін енді әрине сіздің отбасыңыздағы, өзіңіздің шаңырағыңыздағы тіл орыс тілі болды. Солай болды. Балаларыңыздың тілі орыс тілінде шықты демек, ал қазір ше қалай? Қазір жақсы, енді жақсылау. Өзіңіздің балаларыңыз біледі ме? Балаларым біледі. Балаларым біледі болғанда, енді үлкен ұлым енді 30-да алқымдады, ол да өз семьясы бар. Мен тілі оқи бастағанда ол 20-дан асқан бала, қалыптасып қалған бала. Ол да ағылшын тілін, қазақ тілін жақсы біледі деген сияқты, сондай. Бірақ енді мен қызымды қазақ мектепке бердім. Ол кездерде мен тілі оқи бастағам жоқпын әлі. Қазақ мектепке бердім де 4-ші сыныптан кейін алып тастадым. Орыс мектебіне ауыстырдым. Неге дейсіз ғой? Ол кездерде мен әлі тіл оқи бастағам жоқ. Мен бизнеспен айналысып жүрмін. Балаға мен көмек бере алмадым үйде. Өздерінің үйге берген тапсырманы жасау үшін енді сондай бір қиынға түсті. Өзім де түсінбеймін. Ата-енесіне, енді менің әке-шешем қазір жоқ, олар нағашы ата-енесіне звондап, олардан біліп, анау қалай екен, мынау қалай екен. Ол кездерде енді межгород қой телефон. Қымбат тұрады, сол Алматыдан ылғи Астанаға звондап, сонымен әлек болып оқыта алмадым. Бірақ та енді 4 сыныпты бітірген қазақ тілінде қызым. Енді ол сол база ғой, енді жақсы бір сондай тұғыр болды оған. Қазір әжептәуір сөйлейді ұлға қарағанда. Ол тұрмысады, ол неге репетиторға барып оқып жүр. Енді үйде қазақша сөйлесуге тырысам. Мынау күнделікті мынандай қайда бардың, не істедің деген сияқты ол оңай нәрселер, оған жауап беріп, нетіп отырады, сөйлесіп отырады. Енді бір күрделі бір нәрселер жеткізу үшін өз ойымды, өз пікірімді кейбір кезде орыс тілге де көшіп кетемін. Енді оны ешқандай сондай сөкет көріп тұрған жоқпын онда. Ең маңыздысы балаға жеткізу, өз ойымды жеткізу. Ал енді қай тілде деген әрине қазақ тілі болу керек. Енді болмай бар жатса, орысша да түсіндіргізем. 3 том кітап жазып шықтыңыз, әдістемелік. Алда тағы жазатын ойыңыз бар ма? Әрине. Мен енді сол неден 2011 жылдан бастап осы тілге көшкеннен кейін тек қана осы тілмен ғана айналысып жатырмын. Тек қана тілмен, басқа ештеңе жоқ. Сондықтан қазір шығармашылық жұмыспен, қазір енді мынау әлеуметтік желілерде көп нәрсе жазамын. Осындай өзім мастер-класс өткізіп отырамын. Мен мәселен мынау Самұрық қазына, Нұр Отан партиясы, фонд даму, осындай дәкөлер мен шақыртып, өздеріне қазақ тілін әдістемесін, соның мастер-классын берем, осындай шараларға қатынасам. Сосын ары қарай енді өзім бір жазушы деп атап жатыр қазір мені. Сол кітабым осындай жақсы сұранысқа ие болғаннан кейін бір әдеби нәрсе жазғым келеді.
соны бастадым, соны Алдағы жазып уақытта жатырмын. сіздің дәл сондай әдеби бағыттағы еңбектеріңізді көреміз деген үміттеміз. Енді бізге берілген уақытта таяп қалды. Ендеше біздің Павлодар өңіріне, өңірдің көрермендеріне деген ақ тілегіңізді жолдасаңыз. Ал енді менің тілегім осы наурыз айында кездесіп отырмыз. Наурыз деген бұл жылдың басы, біздің қазақтың жылдың басы деп айтуға болады, көп халықтардың жылдың басы. Сондықтан жаңа жылда бәріңізге тілейтінім зор денсаулық, жұмыста табыс, бәріміз енді қазақша сөйлейтін болайық, балаларымызды үйретейік қазақша. Ересек адамдар, әжептәуір жасқа келіп қалғандар, мен кеш болды, мен жаңа оқи алмаймын дегендер ойдан осы мені көріп арылатын болсын, оқуға болады екен, Қанат аға міне 50-ге келіп та үйреніп алды ғой, ештеңе жоқ деген сияқты. Қандай жаста болсаңыз да оқып кетуге болады. Сондықтан өзіңізді қазақ деп есептесеңіз, өзіңізді қазақ болғыңыз келсе, міндетті түрде өзіңіз қазақша сөйлеуіңіз керек. Қазақша сөйлемесеңіз, сіз қазақтың мәдениетінен мақрұм боласыз. Ал қазақтың мәдениеті бәрі тілде. Өйткені өнер алды қазақ тіл дейді. Бәрі тілде. Сондықтан тілді білуіңіз керек. Жақсы аға, рахмет. Енді кеше өзін біз білеміз, жолдан келдіңіз. Бүгін ерте тұрып, таңғы уақытыңызды бөліп, сұхбат бергеніңіз үшін сізге алғыс білдіреміз. Наурыз айы құтты болсын. Осындай тырнақалды енді еңбектеріңіздің жемісін көре беріңіз. Әдеби бағытта жазғым келеді деп жатсыз. Оны да оқитын болайық, көретін болайық. Сіздің кітаптарыңыз енді көптеген біздің Қазақстанның азаматтарына өзінің септігін, тіл білу жағынан, меңгеру жағынан септігін тигізіп жатыр деген үміттеміз.